Сіздің аккаунтыңыз бұған дейін ұрланған болуы мүмкін. Сәлем, егерде сізде бұл үш белгінің бірі болса, онда сіздің аккаунтыңыз бұрын-соңды ұрланған. Және де сіз өкінішке орай бұл жайында мүлде білмейсіз. Бірінші белгі – таныс емес құрылғылар. Алдымен Google-ға кіріп, осы көрсетілген сайтқа кіреміз. Және де осы жерге өзіміздің почтамыз жазамыз. Осы арқылы сіз өзіңіздің деректеріңіз кейбір шабуылдарда болса, оңай біле аласыз. Екінші белгі – бар пароль барлық жерде. Бұл өте қауіпті. Мысалға айтарлық, сіздің Google, Facebook, TikTok, Instagram тағы басқа әлеуметтік желілердің барлығында бірдей пароль болса, бұл өте қауіпті. Сақтаныңыз. Себебі кейбір шабуыл жасаған адам сіздің бір әлеуметтік желіңізді тапса, сол пароль арқылы сіздің қалған әлеуметтік желілеріңіздің барлығына кіріп, сізге қауіп төндіруі мүмкін. Сол себепті барлық жерге бір пароль мүлде қоймаймыз. Үшінші белгі – екі факторлық аутентификация жоқ. Дәл қазір мен сіздерге қалай қосу керек екенін Instagram желісінде көрсететін боламын. Ал кеттік. Алдымен бізге керек бөлім центр аккаунт бөліміне кіреміз. Оның ішінен бізге пароль и безопасность бөліміне кіретін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осы жерде двухфакторная аутентификация бөлімі көрсетілген. Соны басамыз, керек аккаунт таңдаймыз. Әрі қарай бізге через приложение қажет. Бірінші бөлім таңдап, жалғастыра береміз. Ол үшін бізге осы приложение керек. Бұны біз iPhone болса App Store-дан, немесе Android болса Play Market-тен жазып аламыз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Пайдалы болса, өз ұсыныстарыңызға бөлісіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет.